Қалайсыздар, аман есен боларсыздар. Бір тақырып бар, айтуға аузың бармайды, айтпасқа тағы да болмайды. Күні кеше біздің Тараз қаласындағы бір оқушы қызды айдың күннің аманында қорлап зорлап кетті. Баршаңыз білесіздер. Соған қатысты көптеген басшылар жылы орнын босатып жатыр. Жақсы. Бұл да бір тәртіпке келтірудің жолы шығар. Босата берсін. Ал енді анау балаларға зорлық, қорлық, зомбылық көрсететін адамдарға қандай шара қолданасыздар? Неге біз айдың күннің аманында балаларымызды мектепке жіберуден қорқамыз? Қашанғы бұлай жалғасады? Ендігі осындай қылмыс жасайтын адамдар, әкім қаралар орнынан босап қалады, тыныш жүрейін деп ойлайды ма? Неге біз қылмыскерлерді, дәл осындай балаларға зиян келтірген қылмыскерлерді өмір бақи түрмеге тоғытып асыраймыз? Бізге оның қажетіне. Сондай қылмысқа баратын адамдарға сабақ болатындай дүниені қашан жасаймыз? Сіздерге бірдеңе айтайын. Естімеген елде көп деген осы шығар ма? Бір жақын танысымыз больницаға түсті. Байын операция жазатты. Соның кейін таныс керек, маныс керек. Айтыңдар да айтыңдар, қойыңдар да қойыңдар. Соның кейін айттық, о операция жасап қойған, немесі айтасың? О жұмысы ғой десең түсінбейді ғой. Таныс керек бәрі. Содан айтылды, не керек айтылды? Ақша да бермейтін, басқа да бермейтін. Болды. Сөйтсе жаңа күйеу, ақшаны әкел деп айқайлапты әйеліне. Не болды? Апарып бердім ақша. Неменеге бер? Оны жаңа обработка жасағанда операция жасайды дейді, ауыртады екен. Ақша бермеген, ауыртады екен. Оны дәлелдей алмайсың сен. Оның жұмысы ғой, врачтың жұмысы. Я сен мынаның операциясын ауыртыпсың деп қайтып айтасың. Жұмысым дейді, дәлелде дейді. Ауырады операция дейді. Ана жан-жағындағылар ауырмайды екен. Айтып сұрапты ғой бір-бірінен. Сенікін ауыртама, басама десе, баспайды, менікін ауыртпайды деп. Сен шыңғыртады депті. А сен ақша бермегенсің деп. Содан 30 000 теңге апарып береді. Аллай! Әркім өзінің несін табады, махинациясын.